Сәлем достар, біз бүгін сіздерге ең қиын дыбыстардың бірі Қ дыбысын оңай әрі тез қалай қоюға болатынын көрсететін боламыз. Ол үшін ең алдымен күнделікті қолданатын логопедиялық құрал, яғни шпательді аламыз. Балаға ауызын толық ашуды сұраймыз. Одан кейін бала егер дыбысты К дыбысы деп айтатын болса, яғни алмастыратын болса, біз тілдің ортаңғы жағын осы шпательмен басу арқылы Қ дыбысын шығарамыз. Мінекей. Қ. Тамаққа тақаймыз. Қ, 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 Қо, Қ, Қу. Осылай дауысты дыбыстармен қосып айтуын сұраймыз. Және сонымен қатар, осы дыбысты қойған кезде кейбір балалар Қ дыбысын Т дыбысымен алмастырады. Ол кезде не істейміз? Ол үшін толығымен ауызды аштырамыз, яғни бала Т деген кезде ауызы жабық тұрады. Ал біз Қ дыбысын айналдыру үшін ауызын толық аштырамыз. Одан кейін тілді жоғары көтеріліп кетпес үшін шпательмен баланың тілін толық басамыз. Қ. Тағы да тамаққа қарай тақаймыз. Қ, Қ, Қо, Қ, Қу. Мінекей осылай тез әрі жеңіл жолмен Қ дыбысын балаларыңызға қойып берсеңіз болады.